Қайырлы кеш мырзалар және ханымдар дейсің ба? Сендерге арнап айтатын. Қайырлы кеш, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Сәлем дегендерге сәлем. Алейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш, жайғасып отырып алдыңыздар ма? Бүгінгі ақпараттар қарапайым болса да, кәдімгі құнды қалта толтыратын деп айтуға да болады. Так. Дәулет ағаның парақшасы демалыста отпускте. Ашылады скоро қайттан. Ассалам. Қайырлы кеш. Адамдар сәл қосылып алсын, бір-екі минут күтейік, сосын бастаймыз. Қайырлы кеш. Қазір қосылады эфирді сақтаймын. Так, болды ма, мен даусым бәрі естіліп тұр ма? Бір кері жаз жерсеңіздер мына жерге. Плюс қой жерсеңіздер естіліп тұрса барлығы. Сонымен кеттік. Мәт сағат 9 деген кешкі уақыт болып қала ма несін ба? Бұдан кейінгі. Бұдан ертерек сағатқа қою керек па сонда? Мен ойлағым нормальный уақыт деген сияқты. Так, плюс қойып жатыр екен. Так, айтып кетейік, қазір мен кэшбэктер туралы ақпараттар айтамын. Одан кейін жаңағы акция деген не, оны қалай алу керек, сол сабақтардың бәрін біріктіріп өтемін. Шамамен бір сағат уақыттарыңызды алады. Бір жарым сағат максимум. Бұл жерде информациялар қарапайым болғанымен, жаңағыдай айтқанымдай, көбісіңіз елемей жүрген ақпараттар, көбіңіз біліп, естіп жүрсеңіздер де істемей жүрген нәрселер, соны мен сіздердің көздеріңізді тағы бір жеткізіп, осы нәрсені ерінбей жасауға, қорықпай істеуге шақырамын. Так, бір минут жағаласып. Бір нәрсе түсіп қалды. Қатып қалды дейді, сақтаймыз. Так, негізгі ақпараттар, бірақ онлайнда қазір маған сұрақ қоя аласыздар, бір шама уақытта сол кезде білмеген нәрсені сұрап біліп аласыздар. Сол үшін эфирде отырыңыздар. Таныстарыңыз болса, көрмей тұрған эфирді бөлісіп қойыңыздар. Қайырлы кеш, уалейкум ассалам, алтын құтты болсын айтпақшы. Шайдаровтың. Так, норма. Сол күн ұйықтап қалған ғой мен. Так, қатып 32 сақталсыншы депті. Так. Қазір мен мынаны өшіріп қоям. Комментарияларыңызда, сосын кэшбэктер туралы жалпы бір түсіндіріп өтемін. Одан ары қарай сұрақтар болған кезде ашам, арасына тік сұрақтарды жазып жауап беремін сұрақтарыңызға. Қатып жатыр дейді. Тағы бір тексере салайыншы, қазір коммент жауып қойып, босқа сөйлеп отпайын. Қатып жатырмын ба мен, әлде барлығы дауыс нормально барып тұрма сіздерге? Бұл эфир кімге пайдалы болады, соны айтып кетейін. Мүмкін бұл жерде ақпаратты білетіндеріңіз бар, босқа отырып, уақыт құрт қалмаңыздар. Сол үшін бұл эфирде мен жалпы қазір ең көп кэшбэк беріп жатқан банктер туралы, қалай максималды кэшбэк алу керек, қандай карталары бар деген секілді сол ақпараттарды айтамын. Егер сіз жақсы өзіңіз білетін болсаңыз, максималды кэшбэк көрген болсаңыз, бірінші часть ол сізге қатты пайдалы болмайды. Екіншісі ол акция деген не, акциялар қайда сатылады, брокердің жұмысы қалай реттеледі, қандай брокер, сосын маған арнайы өздерінің промокодтарын берген брокердің $50 бонустарын қалай алуға болады, соның бәрін айтамын. Ретімен өз дайындалған бір
50 беттен астам презентациям тұр. Соны парақтап отырып айтып шығам. Депозит жайлы да айтамыз, иә. Норм болса кетті онда. Мен комментті өшіріп тұрам, ары қарай бірінші часть біткен кезде бөлімді мен ашып, сұрақтарыңызға жауап беріп, кейін дальше жалғастырамыз. Комментарийді өшірейік. Выключить комментарий. Кеттік. Кешбек пен бонус. Бәріміз естіп жүрміз ғой, банктердің қосымшасынан, сайттарынан, кешбек тең бонус, екеуінің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Freedom деген, береке деген банктер барлығы кешбек деп қолданады, ал Каспи бонус деп қолданады. Сен осынша сатып алсаң, мен саған 10% бонус беремін, 5%, 2%, 1% бонус беремін деп Каспи айтады, негізінен халық айтады. Қалған банктер көбінесе кешбек деген сөзді қолданады, екеуінің разницасы жоқ. Но қандай жерден разницасы болып қалуы мүмкін. Кейбір банктерде, мысалы Каспиде баяғы кезде түскен бонусты бірден 100% оплата ретінде төлей алмайтынсың ше. Кейін барып уже толық қолдануға мүмкіндік беретін болды. Кешбектерде, мысалы Freedom'да, басқа берекеде, оның бәрінде бірден төлей бересің. Кеттік. Мен осылай парақтарыма жеткенде сәл-сәл не істеймін? Кешбек бонус. Қазір кешбекті ең көп беріп жатқан банктер негізінен Freedom банк, Береке банк, Еуразия банк, халық банктер. Бұл жерде қазір мен алғашқы екеуіне тоқталамын. В основном негізі Freedomға тоқталамын, одан кейін Берекені айтып өтем, қалғандарына тоқталмаймын. Не үшін? Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Халықтың беретін кешбегі аздау, кейде бір акция болып қалған кезде 10%-дап сөйтіп бермесе, қатты кешбек бермейді. Еуразия, Береке дегендер негізінен олардың счетына, депозитіне жақсы бір сума салғаннан кейін 5 миллион, 2 миллион өздерінің белгіленіп қойған карталары бар, қазір алда айтып өтем. Содан кейін барып қана сізге тұрақты кешбек беріп бастайды. Ал просто карта ашып, ішіне аз ғана ақшаңды салып, соны төлем жасап жүрген үшін саған 1% ғана кешбек береді, сондай болар болмас көзге көрінбей қалады. Ең кез келген оплата үшін барлығына кешбек беріп жүрген ол қазіргі уақытта Freedom ғана. Не үшін Freedom? Себебі үлкен банктердің дәрежесіне жеткісі келеді, халықпен, Каспимен бәсекелес болғысы келіп тұр. Сол үшін де клиентті тарту үшін осындай кешбектер беріп жатыр. Енді бұлардың бір маркетинг жолы. Бірден айтып қойайын, бұл эфир үшін маған ешқандай жарнамалық ақша төленбеген. Мен Freedom үшін, Freedomнан, Берекеден ешкімнен бір рекламалық оларды не істеп жатқан жоқпын. Жарнама емес ешқандай, бұл шынайы кәдімгі бөлшек жасалынып жатқан дүние. Не үшін? Себебі мен өзім осы екі картаны қолданамын, Freedom мен Береке. Береке дейін жаңағы айтқаныңдай премиум картасы бар, менде өзінің тұрақты 5% кешбегін береді. Одан бөлек әр кезде акцияға байланысты кейде тек ресторандар үшін 10%, такси үшін 10%, сонда 2 аптада бір солай ұйымдастырып тұрады. Сол кезде сол банктерді қолданамын, ал басқа уақытта Freedomмен жүрем. Так, осы жерде не үшін эфирді жасап жатырмын? Көбіне торговый центрлерге барасың ғой, сонда бәрі Каспимен, халықтың бәрі Каспиде ғой. Каспимен төлеп отқан кезде мен ішім ашып қарап тұрады ше, анаған көке, ана Freedomмен төлеш, саған 6%, 7% қалады деп ше. Мысалы біреулер 100 мың теңге деп ала берейін, сен 0 или 10 мың теңге деп алсаң да, 10 мың теңгеге зат алсаң, саған максималды алған жағдайда 700 теңге саған кешбек болып түседі. Минималды алған кезде 5% кешбек алсаң 500 теңге да. Ол бір айдың ішінде сен 100 мың теңге ортатын болсаң 5 мың теңге. Ол да нормаль ақша ше, бүйтіп қарайтын болсаң. Сондықтан мен осыны айтқалы шықтым эфирге негізінен. Так, Береке банк, жаңа айтып кеттім, Freedomнан басқалардың барлығының өздерінің шарттары бар. Тупа сен ашып төлем жасағаның үшін кемі 5% кешбек бермейді. Береке банкте енді 5 миллион теңгеге дейін сіздің депозиттеріңізде, жалпы олардың счеттарында ақша жатса сізге 15 мың теңгеге дейін бонус алуға лимит береді. Дәл солай 5 миллионнан 10 миллион арасында болса 30 мыңға дейін одан ары қарай кете береді. Егер 50 миллион, 20 миллион мен 100 миллион арасында болса 100 мың теңге бір айдың ішінде лимит бонус береді. И басқалары 100 миллионнан жоғары ақша жатса, онда 200 мыңға дейін. Енді не үшін мұндай лимиттер бар? Себебі лимит қоймаса, сіз ақша айналдыра беретін болсаңыз, көп покупкалар бүкіл сізден өтіп кететін болса, банкке ол өте үлкен шығын әкелуі мүмкін. Сол үшін де олар өздерін сақтандыру үшін де осындай лимиттер
қойып тастаған. Береке банкте берекеде сіз оған қосылған кезде кадр жинақтаушы Береке банктың премиум картасын алып, мынау 20 миллионнан жоғары сіз не істейтін болсаңыз, ақша қалдыратын болсаңыз, онда тұрақты түрде 5% сізге кэшбэк бере алады. Ал оған дейінгі суммалардың бәріне одан төмен 1% кэшбэктер аласыздар. Сол үшін де береке енді кез келген адамға сәйкес келе бермейді. Кез келген адамға сәйкес келетін біздің жағдайда бұл Freedom. Freedom'да енді қандай кэшбэктер береді? Так, Freedom'ның картасын ашқаннан кейін ол сізге статус береді карталарыңызға. Яғни стандарт, silver, gold және премиум деген 4 түрлі статусы бар. Ол біздің кэшбэктеріміздің пайызы осы статустармен реттеледі. Ол деген қалай? Егер сіз картаңызға бір айдың ішінде орташа алған кезде 1 теңгеден 100 мың теңгенің арасында сізде ақша жатқан болса картада, онда сізге 5%-дық сіз максималды бұлдан кэшбэк ала аласыз. Ол кэшбэктер қалай? Оны алу үшін де сразу беремейді. Бұны реттеп қарау керек. Кімде Freedom жоқ, міндетті түрде ашып алыңыздар. Мен қазір осы парақтардың соңында да айтам, қалай толықтай түсіндіріп. Freedom'да негізі Freedom бұл эфир үшін маған төлесе де ұят емес ше. Freedom'да таныс маркетологтармен таныс болсаңыздар, айтасаңыздар деп. Қараңыздар, Freedom'нан стандарт жағдайда максималды 5 стандарт категориямен, дәрежемен, максималды 5 бонусты алу үшін 5% тұрақты кэшбэкті. Ол үшін сізде базалық карта ашқаның үшін бір ол автомат түрде беріледі. Сатып алу тапсырмасын орындау керек, яғни бір айда сіз кемі Freedom'ның картасы арқылы 50 мың теңге покупка жасасаңыз, сізге уже тұрақты 1% бонус береді. Одан кейін картаны Apple Pay-ға немесе неге iPhone болмаса телефондарыңыз Samsung, Google Pay, Samsung Pay-ға қосып қойып, сонымен төлейтін болсаңыз, қосымша 3% сізге не береді? Кэшбэк береді. Сонда осы 3 шарт ең орындауға ең тиімдісі осы үшеуі. Яғни автомат түрде 1% сізде бар уже, 50 мың теңгеге бір нәрсе сатып алуыңыз керек. Жалпы осымен Freedom'ның картасымен өткізетін төлемдер санын жаңа не жасау керек? 50 мыңнан арттыру керек. Сонымен 2 болады кэшбэгіңіз. Одан кейін Apple Pay-ға, яғни немесе Samsung Pay, телефонда қосымшалар ол, соларға картаңызды тіркеп қоясыздар. И терминалдарға барған кезде осы телефонмен төлеп жүресіздер. Мен оны өзім постыма да салғам, дәулеттен де, стористерде де айтқам, қалай. Мен қазір мысалы карталарым қақта жатқанын да білмеймін ше. Себебі телефонды Apple Pay-ға қосып қойғам карталарымды. И бүкіл жерде терминал осымен төлеймін. 2024-тің Freedom'мен жақсы танысқаным мен 25-тің қаңтарында болды, осындай 20-сы кездерінде. И содан бері мен қазір Каспиймен төлем жасамаймын. Не үшін? Себебі бүкіл жерде терминал бар. Freedom'ның терминалы жоқ енді бүкіл жерде. Но Каспийдің халықтың терминалдары бар. Соған мен телефонмен барамда карта орнына қолданып, тигізіп, өзінің NFC технологиялары бар, сонымен уже оплата өткізе беремін. Сіздер де дәл соны істей аласыздар. Қазіргі телефонның бәрінде NFC бар. Осы жаңағы айтқан iPhone болса Apple Pay-ді орнатасыздар, Wallet деген қосымшаны. Ал басқа Android-та жұмыс істейтін болса Samsung Pay немесе Google Pay-ді орнатып, сіздер де дәл солай телефонмен төлей аласыздар. Яғни қосымшаны ашасың, ана терминалға жақындатасың, болды, ақша шешіледі. Стандарт жағдайында 5%-ға дейін алуға болады. Silverде сіздің Freedom'ның шотында сізде 1 миллион 100 мыңнан 300 мың теңгеге дейін ақша жату керек. Бұл дегеніміз осы шотта мына жерде дұрыс көрініп тұр ма? Орташа айлық қалдық дейді. Постоянно шотта где-то сондай ақша жату керек қой сізде. 5% үшін 0 теңгеден 100-ге дейін, 5% любой адам ала алады, байқасаңыздар, 0,1 теңге деген. Ол кемі 5 теңге салып қойсаң, осы сенде максималды 5%-ға дейін кэшбэкті ала аласың, минималды түрде. Silverде дәл солай, но бұл жерде базалық кэшбэк Silver үшін 2%. Бұл Silverдің бүкіл шарттары орындалса, сізге 6% кэшбэк береді. Одан кейін премиум немесе gold болатын болсаңыз, бұл жерде базалық кэшбэк 3, платинумда 4. Платинум болса сіз 7% кэшбэк аласыз, ал gold болса 3%, 6% кэшбэк аласыздар.
но бұл жерде ай сайынға беретін лимиттер көп. Кешбекке қойылатын лимит голд үшін 150 мың, ал платинум үшін 200 мың теңге. Мен осы эфирге шақырған кезде бір айлықта кешбекті қалай алуға болады деп айттым ғой. Соның жауаптары осы жерде жатыр. Голд болу үшін сіз ақшаңыз орташа жататын 300 мыңнан 1 миллион теңгенің айналасында болу керек. Бұл среднем деген қалай? Бұл айдың басында 1 миллион теңге салдың, ертесіне шешіп алдың, болды менде 1 миллион теңге орташа жатты деген сөз емес. Мысалы, голд болуыңыз үшін күнделікті картаңызда кемі 300 мың теңге жату керек. 301 теңге. Сол кезде голд статусын аласыз. Түсінікті ғой, Мен жаңа шатасып кеттім, ең стандартта 4 айтпақшы. 4, 5, 6, 7. Осы 7 түрлі несін аласыздар, кешбегі бар. Так, не айтайын, егер бұның бір жақсы неден ұтуға болады, егер сізде депозит болса, басқа банктерде ұстап жүрген, оны осы фридомға салып қойсаңыз, мысалы 1 миллион теңгеден артық депозитіңіз болса, болды. Сізде автоматты түрде сіз постоянно 7% кешбек алып жүресіздер. Осы жерде 200 мың теңге деген нормальный ақша ғой. Кәдімгі бір айлық, оны бір оқырмандар бар, не істеп жүрген. Өзі бір техника сататын магазинде жұмыс істейді ма, сондай екен. Наличный төлеймін деп келген клиент болса, қуанам дейді. Неге? Себебі ананың налын өзіме алам да, айтам дейді, давайте мен терминалмен төлей салайын, сіз үшін деймін дейді да, сөйтіп терминалмен төлеп, максималды ай сайын осылай 200 мың теңге кешбекті толтырып жүрмін дейді. Сол сияқты менің өзімнің қарындасымнан мысалын айтатын болсам, студент 3-ші курс оқып жатыр. Алдында сөйтіп маған үйрет, мен түсініп алдым деп енді дейді, түсіндір бәрін дейді, қалай алам бәрін көрсеттім, осындай системасы деп. Сонымен ол қазір бүкіл подружкалармен шыққан кездегі оплатаны, кафеде жеген пиццалар үшін төлемді бәрін өзім төлеймін, айына бір 15-20 мың теңге кемінде қалтама түсіп жатыр дейді. Өз квартирада тұрады, 30 мың теңге төлейді. Сол квартирасының кемінде жарты ақшасын солай кешбекпен шығарып жатыр. Болмаса, өткенде әскери арнайы жасақта істейтін ағам хабарласады. Осындай кешбектер береді екен, сол маған түсіндірші дейді. Неге десем, мендегі коллегалар комуслугасын осы кешбекпен шығарып алып жүр екен дейді. Реально комуслуга деген 20-30 мың теңге, үлкен квадраттар үшін 40 мың теңге. 40 мың теңге бір айлық отбасы өзінің шығындарына, өз айлығы әскерилерде көп қой, нормально қазір именно арнайы жасақтарда 405 мың табатын болса, соның ойлаңыз 300 мың теңгесін оплатасын осы немен өткізсең, фридоммен төлесең, получается сен 5%-дан алған күннің өзінде 25-30 мың теңгесін алып қоясың. Математикам дұрыс шығып жатыр ма? 300 мың теңгенің 5%, 10%, 30 мың, 15 мың теңге. Біле, физмат бітірген. Дәл солай ғой, 500 мыңды қортсаң 25 мың теңге деген сияқты, солай өздеріңіз кешбекпен қажеттеріңізді жаба аласыздар. Бұл кешбектің бір ерекшелігі бар. Қазір мен презентацияның реті сол әңгімеге келсе айтайын, болмаса қайда кетейін. Вот. Енді жаңа айтып кеттім, Freedom қосымшасын орнатасын, кімде счет жоқ болса, орнатқаннан кейін ол жерде карта ашу деген тұрады, өзі өнім ба, ұмыт қалдым, қайтып тұрған. Продукт деп тұрады вроде, орысша болса. Соны басасыз, сол жерде карта ашылады. Карта ашылған кезде осылай сізге линиямен тұрады, короче, артында карталарыңыз деген жерде суперкарт, Freedom карт, менде мысалы 3 карта бар. Осы жерде жаңа айтып кеттім ғой, егер сіз Apple Pay мен телефонға айналдырып қалай төлейсің деген кезде, сонда мына карта тұрады, сол картаға кірген кезде мына екінші Apple Wallet-ке қосу деген тұр ғой, скрин. Сондай шығып тұрады. Соны басасыз, iPhone болса, бірден соған басқан кезде ары қарай уже 2-3 кнопка шығады, соны басып, сіздер Apple Wallet-ке тіркеп, телефоныңызбен уже төлемнің бәрін жасап жүре бересіз. Кез келген магазинге барған кезде, менде картамен төлем десеңіз, қазір 95% магазинде бар терминалдар. Каспи бәріне тегін беріп тастаған терминалдарын. Сол Каспидің терминалдарымен төлей бересіздер. Кеше маған бір оқырман жазды, айтады, что бізде перевод жасай салшы, ол кешбектің ақшасын бізден ұстап қалады деп айтады дейді. Ешқандай да олардан ұстап қалмайды. Именно Freedomның жағдайында
Freedom барлығын өз қалтасынан төлеп жатыр дәл қазір жағдайда. Бар мысалы мен жаңа осыған дайындалу барысында Евразия банкті соларды қарап шықтым, басқа банктерде. Ана жерде тұрда біздің партнерлар, солардан келетін скидка деген сияқты, берілетін скидка. Біреуінде 20%, әртүрлі кәсіпорындардың аттарын жазып қойған ғой. Вот, сондай жағдайда кәсіпорындар өз қалтасынан төлеуі мүмкін. Яғни 20% десе, сол жерде 20% скидка жасап, тарс сізге минимум аз ақшасын төлеттіруі мүмкін. Ал Freedomның жағдайында ешқандай да сатушыдан, кәсіпкерден осы кэшбэктер үшін ақша ұстап қалып тұрған жоқ. Яғни 100 мың теңгеге кәсіпкер сізге терминалмен ұрып жатыр ма, оған 100 мың теңге түседі. Өздерінен терминал үшін алып қалатын, комиссиясын алып қалатын шығар. А так мен ана клиентке 5% кэшбэк бердім деп кәсіпкерден ақша ұстамайды. Вот, картаны ашқаннан кейін картаға кіресіздер, Apple Walletке немесе басқа Android телефон болса, қосымша сізде орнатылған болса телефоныңызда Samsung Pay немесе Google Pay деген қосымшалар бар, соны орнатасыз, сол кезде өстіп қосымшада шығып тұрады. Мына жерде скринда көрсеңіз, сонымен орнатып аласыз, телефонмен төлеп жүре бересіздер. Енді депозиттер бойынша айтып кетсем, қазір нарықтағы ең қымбат, ең жоғары пайыз беріп жатқан депозит ол 20% болып жатыр. Ол 20%-лық депозит қазір бізде Берекеде де бар, сосын неде де бар. Мынау Freedomда да бар. Freedomда 3 түрлі депозиттің түрі бар. Бірінші стратегия, копилка ең қарапайым, одан кейін капитал деген. Копилкасында сіздер кез келген уақытта ақшаны сала аласыздар, толтыра аласыз және жартылай ақшаны шеше аласыздар. Стратегияда толтыра аласыз, бірақ ақшаны шеше алмайсыз. Капиталда толтыра алмайсыз және ақшаны ала алмайсыз. Яғни капиталға бір ақшаны саласыз бірден, оны белгілі бір срок біткенше ала алмайсыз. Капиталда мысалы 3 айға, 6 айға деп ашуға болады, соған сәйкес пайыздар өзгеріп тұрады. Ең жоғары пайыз 6 айға салатын болсаңыз, сол кезде 20% депозитке береді. Яғни 100 мың теңгені, или қанша депозитіңізде 1 миллион бар, 2 миллион бар, ашасыз да капитал деп саласыз, сонда 15 теңге кэшбэк береді айтпақшы. Одан кейін плюс 7%-лық постоянный кэшбэк аласыз любой төлем үшін. Ешқандай шарт орындап маңызды емес. Одан кейін мынау не бар? 20% аласыз. Егер 1 жылға, 2 жылға деп ашатын болсаңыз, ол жерде немен төмендеу болады. Ставка төмендеу болады. Енді бұл 6 айда, максималды пайызды 6 айлық үшін беріп жатыр Freedom қазір. Ал 3 айлық үшін беретін бар, ол бізде Береке банк беріп жатыр. Берекеде де осындай 4 түрлі несі бар. Сәлем депозиті, ол жерде 3 айға ашылады. 3 айдың ішінде 20%-ға дейін жылдық үстемақымен сіздер пайыз ақшаларыңызды қосып көбейте аласыздар. Береке депозитінде 18, Береке депозиті толықтырумен, мына жерде толықтыру бар, бірақ шешу жоқ. Яғни ақшаны сала аласыз сол 3 айдың көлемінде, бірақ шешіп аламайсыз. Күн сайын деген депозитте 17% береді. Осыларға салсаңыздар болады. Мен осы екеуін ұсынамын. Бұл жерде мен не үшін ұсынуға таңдап алдым, потому что себебі андай сөздерді құтылу керек еді. Себебі өзім сенімдірек қараймын. Мысалы, басқа банктер көп қой енді, халықтың арасына кең таралмаған, оларды ұсынуға қорықтым. Сондықтан, бірақ осы екеуін таза өзім күнделікті қолданамын. Берекеде жаңағыда айтып кеттім ғой, андасында 2 аптада бір акция болады. Мысалы, кейде өздерінің шарттары бар, сол шарттарына сәйкес келіп қалған кезде 2 аптаға ресторандарға, кафе, тамақ ішетін жерлерге 10% бонус береді. Сол кезде Freedomдағы ақшаны неге аударамын? Осы Береке банкке. Сөйтіп осымен төлеп жүремін. Ал қалай ол тоқтайды, 5%-ға түсіп қалады. Сол кезде Freedomда максималдыға өтіп тұрсам, онда Freedomға ауыстырып аламын да, сөйтіп максималды 7%-ымды алып жүремін. Екі ортада жүрмін. Екеуінің арасында бір-біріне ақша аударғанға кейде 10 теңге, кейде вообще алмайды, сондай переводтар. Сол үшін де мен айтатым солай, жаңағыдай Каспийден басқаларына ақша аудару қазір комиссиясы 1%, 0.95 алып қояды. Зарплатный проектте болсаңыз, зарплатаны Каспиймен алсаңыз, сол жағдайда қана сізге перевод үшін 149 теңге ғана алады.
егер сіз бүкіл ақшаңызды жалақыңызды каспмен алып жүрсеңіз де проблема жоқ, көрдіңіз ба? Ақшаңыз сол жаққа түсіп тұрса, и осы фридомды ашып қойсаңыз болады. Негізінен фридомды ашсаңыз жетеді. И ақшаны оған банкоматтарынан саласыз, бір жерден тауып алып банкоматын, сөйтіп сол арқылы төлеңіздер. Сонда максималды ақшаларыңыз үнемдейсіздер. Тупо ерініп, кеше бір оқырман жазып айтады, осы келген клиенттерім көбірек кэшбэк алсын деп, шынайы солардың жағдайын ойлап дейді. Фридомның терминалымен төлесеңіздер, жаңағы қосымша тағы да 1% кэшбэк береді. И соған айтады, кәдімгі фридомның терминалын алдырттым дейді кәсібіме, бірақ ашуға ерінеді адамдар дейді. Ерінбеңіздер, кімде фридом жоқ, соны ашып алыңыздар, жаңағы Apple Pay-ға, неге, Wallet-ке бәріне қосып алыңыздар, сөйтіп сонымен төлеп жүріңіздер. Фридомнан басқа банктерге ақша аудару кәдімгі 10 теңге ме, өзінің төлеміне байланысты. Каспи аудару да 10 теңге, сондай минималда ғана ақша алады. Сөйтіп айналдырып жүре бересіздер. Бізде қазір Каспи ғана сондай басқа, өзінен басқа банкке ақша аудару үшін көп ақша алып жүр. Мысалы, ощутимый ғой, кәдімгі 1% сезіліп қалады. Ал басқа банктердің арасында ондай не жоқ. Почти тегін бір-бірімен аластырып жүре бересіздер. Жаңа мен айтқандай, қайсында кэшбэк көп болып жатыр, мен соған секіріп жүре беремін дәл қазір жағдайда. Так, депозиттерді айттым сіздерге. Фридомға тіркелу. Ох ты, на жерді. Так, фридомның тағы бір плюсы бар. Енді осы жерді айтып кетейін. Фридомға сіз адам шақыратын болсаңыз, онда сізге шақырғаныңыз үшін 1000 теңге береді. Одан кейін досыңыз, сіз шақырған досыңыз 50 000 теңгеге сол ашқан шотымен покупка жасайтын болса, онда тағы да 1500 теңге береді оған. Одан кейін тағы да сіз шақырған досыңыз тағы 5 адам өз артынан шақыратын болса, сол адамдар үшін 100 теңгеден береді. Жалпы бір адамды шақырып максималды түрде сіз 3000 теңгеге дейін кэшбэк алсаңыздар болады. Дәл осы нәрсе өткен жылдың осы уақыттарында, бір жыл бұрын тура актуалды болды ғой. Мен кәдімгі біздің енді аудитория үлкен ғой. Сол жерде біраз адамды шақырып айтып та жүрдім, кәдімгі қалың малға ақша жиналып қалды деген сияқты. Өте жақсы сума жинаған болатынмын. Так, сол ай сіздер адам шақырсаңыздар болады. Мына жерде, так, мен тағы бір нәрсені дайындап едім. Қазір. Так, мен дауысым естіліп жатыр ма сіздерге? Міне, жақсы естіліп тұр, Home жақсы ғой дейді. Home банк бар айтпақшы, бірақ мен ол қазір сатылып жатыр, үйтіп жатыр, сондай әңгімелер бар да, ұсынуға бармадым оны. Ол жерде комслуға төлегенге жақсы дейді, бірақ та қолданбаймын. Зарплатный проект осы Freedomда да бар. Айтпақшы, зарплатный проектті Freedomға қоссаңыздар, бірден сізге 7% кэшбэк береді зарплатный проект. Енді жаңа нені айттым? Қараңыздар, адам шақыру бойынша енді кімде Freedom жоқ, сіздер қазір қандай телефон болсын, осы iPhone болса App Store-ға өтесіздер, ал басқасы болса Play Market-ке кіріп, Freedom Super App деген қосымшаны орнатқаннан кейін промокодты сұрайды. Промокодқа мынау экранда тұрған промокодты бөлісу деп тұр ғой, 7XZ деген. Соны жазыңыздар. Бұны жазсаңыздар, маған сізді шақырғаным үшін маған 10 теңге түседі. Келгеніңіз үшін сізге де 1000 теңге түседі, бірақ сіз 3 шартты орындауыңыз керек. Ол жерде Freedomның жоғарыда тұрған несін активация жасауыңыз керек, валютасын, и счетыңызға кемінде 100 теңге салып, соны не жасайсыз? Өзіңізге төлем ретінде өткізуіңіз керек. Егер де мынаны промокодты жазбасаңыз өзіңіз білесіз, бірақ та онда 1000 теңге сізге түспейді. Бұл өзінің шартында сондай. Значит, сені ешкім шақырмаған, сен өзің көріп келгенсің,
сол үшін ештеңе бермейміз деп қалады. Сондықтан фридомды ашатын болсаңыздар, кірген кезде осы промокодты енгізіңіздер, сонда сізге де маған да ақша түседі. Услуга төлеу үшін ғана болмаса, ол жақтарда қатты постоянно беретін кэшбэктері жоқ. Фридомда без комиссия қанша? Қазір барлығында без комиссия, әрқайсында әртүрлі снятияға без комиссия бар ғой. Бүкіл банкоматтар үшін, өзінің банкоматтары үшін. Кэшбэкті қалай пайдаланады? Жақсы сұрақ қойдыңыз. Менде осыған презентациям бар еді, қақайет болды қазір. Кэшбэктерді айтпақшы, осы нәрсені ұмытып баратырмын. Айтуды қазір сіздерге. Фотом тоғылайын. Негізі мынау айфонның соңғы обновлениясынан кейін бот шығып тастаған ба, Кім айфон ұстайды? Көпшілігін ұстайтын шығарсыздар. Бір жүктелген нәрсенің басқа датаға кетіп қала ма? Жаңа рейтмен тұрады бүкіл нәрселер. Кэшбэк деген айфонда, мынандай айфонда деппін ғой, фридомда. Кэшбэкті айфон шатасы кеткенімше. Қазір мен сәл бір не істеп алайыншы. Ойларым үстіне шығып кетті. В общем, айтайын дегенім, кино, билеттер, соның барлығын фридоммен алыңыздар. Ол 100% дәлелденген нәрсе. Не үшін? Себебі қазір билет алсаңыздар фридом арқылы киноға, басқаға 21%-ға дейін кэшбэк береді. 21% мысалы 3800 үшін 800 теңге кэшбэк беріп тұрды. Ал не алатын болсаңыздар, билеттер, пойыз билеті, самолет билеті, ол жағдайда міндетті түрде тоже осымен алыңыздар фридоммен. Себебі 13%-ға дейін кэшбэк береді. Ол кәдімгідей үнемдейді ақшаны. Мысалы мен алдын ноябрьде Қытайға ұшқан кезде 220 мыңның билеттері үшін кәдімгі 181 мың теңге ма сөйтіп төледім, кәдімгі 30 мың теңгелеп кэшбэк түскенше. Өзіңіздің бір ішкі дүниеңіз сенімді болу үшін екі жақты бағаны салыстыра салыңыз. Мысалы, Каспийден бір көріңіз, осы жақтан бір көріңіз, сөйтіп барып алыңыздар. Но менің қазіргі тек билет алатын жерім осы жоқ. Бұл банктерден андай нәрсе бар, жалпы стартап бизнесте адамда привычка қалыптасу үшін 2 жылдай уақыт керек екен, бір қосымшаны постоянно қолдануға, өзіне әдет қалыптастыру үшін. Қазір кэшбэк беріп бастағанына фридомның 1 жыл болды. Бұл олардың өзінің аузынан айтылған дүниеде. Енді кем олар тағы 1 жыл осылай фридоммен кэшбэкті таратады әлде. Сол үшін максимал түрде қолданып қалыңыздар. Одан кейін фридомда тағы да нелер бар? Телефон алсаңдар 300 мыңға дейін кэшбэк береміз, шина алсаңдар 30%-ға дейін кэшбэк береміз деп қосымшаларында тұр. Сақтандыру үшін пәлен кэшбэк береміз деп. Но ол жақтарына менің күмәнім бар енді. Себебі мен телефондардың бағасын салыстырып көрдім. Олардың 300 мың теңгесін алып тастаған кезде ол сол мына жақтан алға немесе басқа Каспийде тұрған бағалармен бірдей болып қалып тұрдар. Просто ол жақта кэшбэкті үстіне көбінесе қоса салған. Ал именно осы билет жағдайында, мынау киноның билеті, жол жүру билеттері бар ғой, оларға қоспаған. Олар кәдімгі нағыз бағасынан, басқаларда тұрған бағалардан мына жақта скидкамен береді. Осыларға көз жеткізген дүние менде. Так, сұрақтарды мен енді қарайын, жаңа біреулер қарамайсын деп жатыр, мен ойымды айтып тастайын дедім да. Ауылда тек Каспий QR. Кімнің терминалы жоқ, енді өкінішке орай оларға тек сол Каспиймен төлейсіздер. Но басқа жерлердің барлығында кімде терминалы бар, солар міндетті түрде жаңағы айтқан кездей осы телефонды картаға айналдырып қосымшалар арқылы солай төлеңіздер. Қай жақта жоқ, оларға ештеңе айта алмаймын. Не себебі жоқ, енді кәсіпкер алып келмеген,
просто каспийский агентураға алып келсе деп ше, тегін ғой күннің терминалдары. Freedomнан қалай ақшаны аударуға болады? Просто ана жерде перевести деген жер бар ғой өзі. Соған кіресіз, аудара бересіз. Freedomның валютасын бойынша декларация деген нәрсені айтып кетейін. Мына жерде жақсы сұрақ қойыпты, мен соны жаңа дайындап отыр едім. Freedom кэшбэкті ақша күйінде бермейді бірінші. Ол өздеріне инвестициялық валюта ретінде тіркелген Freedom валютасын, сол валютаның құны, бір Freedom валютасының құны өздерінің нарықтағы акциясының 10 мыңнан біріне тең. Яғни, мен фотоны дайындап отырмын, қақай кетіп қалдым. Так. Freedom валютасы бойынша түсіндірейін деп едім сіздерге. Так. Жарайды, мына жерден көрсетейінші міне. Мына жерде қарасаңыздар, менде 145 мың деп тұр ғой. Бұл менің қазір Freedomда тұрған кэшбэгім. Freedomның бір валютасының бағасы қазір 5-7 теңге болып тұр. Бұны көйткенде где-то бір 800 мыңдай сондай кэшбэк шығады. Біраз уақыттан бері жиналып тұрған ғой. Енді Freedomның кэшбэгі өсіп, бағасы түсіп тұрады. Мысалы, мен жаңа 100 мың теңгеге бір нәрсені сатып алдым. Сөйттім да, оның ішіне 7 мың теңге кэшбэк алдым. Ол Freedom валютасына айналдырған кезде где-то бір 100 бір нәрсе бола ма? 1000 бір нәрсе болады. 1100 болды, тек 1200 дей. И осы жерде Freedomның акциясы өссе, сіздің ана валютада тұрған кэшбэктердің бағасы, ақшасы өсе береді. 7000 кэшбэгіңіз болса теңгемен, ол 7100 кейін айналдырғанда 7200-ге көтерілуі мүмкін. Ал түссе тоже түседі. Осыны ескеру керек. Freedom солай береді. Егер сіз ондай ойнағыңыз келмесе, бірден кэшбэк түседі ма, бірден на месте оны теңгеге айналдырып өзіңіздің счетқа лақтырып аласыз сол Freedomның ішінде. Декларация тапсыру керек болады, бірақ одан дым қорқатын нәрсесі жоқ. Себебі Freedom өзінің қосымшасының ішінде 2 рет басып отчетты тапсыра салатын нәрсе жасап қойған. Бұл сонымен өтесте тапсырастар. Так, енді сұрақтарға жауап беріп жейін, одан кейін мынау акция деген сұрап күтіп отқан кісілер үшін уақыт бөлейік. Каспийден Freedomға басқа банктың картасына ақша аудару дегенмен аударасыз. Каспий көбірек комиссиясы қалуы мүмкін 1%. Егер сіз Freedomдан 3-4%, 5%, 6%, 7% кэшбэк алып жатсаңыз, 1%-ыңызды құрбан етіп ауыстыра салсаңыз болады. Так, кэшбэк теңге қылып бермесе неге керек ол? Теңге қылып береді. Именно несін Freedom валютасында береді. Кейін оны теңгеге на месяц уже қосымшаның ішінде аударып аласың да, и любой мақсатқа қолдана бересің. 100% бәрін қолданасың. Хоуммен төлемге 5% дейді. Төлейтін кезде қалай тіркейміз? Басқа банктердің көбісінде жаңағыдай подводный шарттары бар, анандай болу керек, ақша картаңдандай болу керек, депозитінде андай жату керек деген сияқты. Freedom өз клиенттердің ақшасын рұқсатсыз алған деген нәрсені естімеппін мен. Кемінде счетта жатқан ақшаларға мемлекеттік гарантия бар ғой, 20 миллионға дейін. Кэшбэкті қалай теңгеге аударады деген, сол сіздер ашып, кіріп, қосымшамен танысып шығыңыздар. Просто мен айтқан нәрселерді істеп шығыңыздар. Ішінде валюта деген бар, соны қосасыздар, жоғарғы оң жақ бұрышында тұрады. Сол кезде уже қалай аударылады, барлығы көрсетіліп тұрады. Мультивалютный нормально, ешқандай проблемасы жоқ. Суперкарт, любой ақша беріңіздер. Виза ма, нені таңдайсың, бәрін таңдай бересіздер. Так. Акция бойынша айтып кеткен жоқпын, енді келіп жатырмын. Эфирді хорошо сақтаймыз. Ақшаны кэшбэкті айналдырмай да төлей бересіз, жалпы ақша қылып. Ешқандай проблемасы жоқ. Енді ақшаны межді қалай аударылады деген нәрсенің бәрін қосымшаның үстінен орындайсыздар ғой, мен оған тоқталмай ақ қойыншы.
Кэшбэк деген не? Сізге эфирді басынан бастап көру керек. Зарплата қай банктен алған дұрыс? Осы Freedomмен дальше кэшбэк алам десеңіз, Freedomмен зарплатный проект деп тіркеп алып, и сосын не істеуге болады? Сосын постоянно осымен 7% алып тұрсаңыз болады. Сайтқан Береке банкте минимальный сумма 5000 теңге жату керек. 5000 теңге жатсын енді, не проблема. Комуслугаға кэшбэк, комуслугасымен көп емес Freedomда. Оның турасын айту керек, бұл жерде аз ғана компаниялар әлі толық қосылмаған. Комуслугаға жаңағы Хоуммен төлесеңіздер болады, 10% дейін кэшбэк береді. Намуту депозит карт виза. Дәл қазір жоқ менде промокодтар. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Ол жерде қарапайым базовый сұрақтар, қалай счеттарды аударады деген сияқты нәрселер айтып отырсыздар. Оған тоқталмай қояйық. Енді жаңа айтып кеттім, Freedomда тіркелу үшін осы промокодты қолданыңыздар экрандағы. Сонда сізге де маған да кэшбэк түседі. Ақшаны қай банктың депозитіне, депозиттер туралы айтып кеттім, мен осы эфирді басынан көресіздер енді. Мемлекеттік қызметші тіркеле береді Freedomға, проблемасы жоқ. Просто мемлекеттік қызметші екені ол Freedom валютасына қатысты бір сұрақтары бар, именно мемлекеттік қызметшілерге қатысты. И сол үшін оны сұрайды, а так ешқандай проблема жоқ. Мынандай ғой, мемлекеттік қызметші еместерге Freedom кэшбэкті валюта күйінде жібереді, инвестициялық құрал ретінде. Ал мемлекеттік қызметкерлерге ақшалай түсіреді. Ипотека төлесе түспейді. Так, клиент қайдан шақырады дейді. Бұлай етесіздер, қосымшаны ашқаннан кейін сіздер не жасайсыздар? Сол жерде реферальная программа деген бар. Сол программаға кіресіздер, өзі шығады фото. Сол фотоға кірген кезде осылай ссылка бәрін көрсетеді. Так, қалай қолданамын? Так, енді басынан кіріп жатқан NFC программа жоқ телефоныңызда болса, онда жаңағы мен айтқандай телефоныңызды картаға айналдыра алмайсыз. Декларация жайлы пост бар негізіменде, қалай салуға болады, соны көрсеткен. Дәулеттен парақшасын қараңыз. Так, болды. Мен арқылы жалғастыра берейін онда. Кэшбэктердің темасы осымен аяқталды, құрметті оқырмандар. Енді акцияға қатысты айтатын болсам, менің бірінші беттерім қайықта. Так, акцияға қатысты. Ол ғой, комментті өшіре берейін ба? Декларацияны түсінен тапсырас дедім. Акция туралы айтайық, соны жерге көп тоқтап қалдым мен. Мектептегі оқушыға Freedomда кэшбэк береді, халықта береді. Менде 4000 валюта бар екен дейді, ол тұра берсе не болады? Тұра берсе Freedomның бағасы өседі, түседі. Так, енді 4000 дегеніңіз, ол 5-7-ге көбейтсең, қанша 20 000, 23 000 теңгедей ақша ғой, теңгемен айналдырып алсаңыз болады. Все, акция туралы айтам, кеттім, өшірдім. 150 адам шығып кетті, күтіп отырып. Так, кеттік. Енді не үшін акциялар қазір көбірек айтылып жатыр, соған тоқтап кетейік. Адамдар іс-әрекеттеріндегі айырмашылықтар. Адамдар жалпы инвестицияда көпшілік жерде 3 топқа бөледі, ақшасына байланысты, әлеуметтік жағдайына байланысты. Жай адам бұл ақша табады, қалай табады, солай жұрт кетеді. Ешкімге өзінен басқасының бәріне төлейді ол ше. Негізі айтады ғой, типа ақша сенің қалай еді формировкасы. Сенің қанша тапқаның маңызды емес, қанша ақша жинай алғаның маңызды. Сен миллион табуың мүмкін, миллиард табуың мүмкін, но келгенде құртып тастап отсаң, онда ол сен маңызсыз жұмыс істеп жатсың деген сөз да бүйтіп қарасаң. Сондықтан ақшаны, капитал жинап, біз өз дүниемізді қалыптастыруға тырысуымыз
керек. Так, дауыс естіліп тұр ма? Дауысқа плюс қой жеріңіздер. Жаңа 1 сәт қатып қалған сияқтымын. Естіліп тұр, иә? Все хорошо, кеттік. Ең қарапайым адам сол айлықтан айлыққа жүргендеріміз осы жеке табыспен ақша табады, ақшаны жаратады. Екінші, қаржылай сауатты адамдар бар. Олар шығындарын есептейді. Мынандай статистика бар. Егер сіз күнделікті жалпы айына өзіңіздің шығындарыңызды қандай шығын болсын бәрін дәптерге жазып жүретін болсаңыз, сол адам уақыт келе өз шығындарын 20%-ға азайтады дейді. Яғни жылдың басында сіздің ай сайынғы қолданатын мысалы 2025 алатын болсақ, 2025-тің басында сіз жазып бастасаңыз, январында дейік, күнделікті шығындарыңыз, соған талдау жасап, қайсысын қарап, қайсысы просто эмоционалды покупкалар болған, сіз тастап келесіде оны қайталамауға тырысып, сондай өзіңізбен жұмыс жасасаңыз, уақыт өте келе сіз 3-4 айдың ішінде сіздің ай сайынғы шығыныңыз 20%-ға азаятын еді. Осы нәрсені өзіңізге түртіп алыңыздар. Бұл кәдімгі статистика орындалатын нәрсе. Бүгіннен бастап кірісіп, күнделікті шығындарыңыз жазып жүріп, жазған шығындарға аптасына 1 рет, абай айтпақшы, күніне 1 рет шаман келсе болмаса, аптасына немесе айына 1 рет өзің есеп бер дейді ғой. Солай отырып есеп беріп санап шықсаңыздар, именно қай покупкалар эмоционалды болды, негізсіз, просто өзіңіз алмауға да болатын нәрсе жағдайда ала салдыңыз, солардың бәрін сызып, келесіде міндетті түрде ол сіздің алдыңыздан ондай ситуация шығады. Немесе сол сатып алған нәрсе қайттан шығады деген секілді. Сол кезде оны алмауға миыңызға сигнал беріп қойсаңыз, алмайсыз, солай сіз өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіздер. Жоспары бұл екінші санаттағы адам біз бөлетін. Бұл жеке ақша жинағы қалыптасады бұндай адамда. Кәдімгі өзінің шығынын реттеп, аздап солай ақшасын жинайды, депозитке салады максимум, болмаса жастыққа басып үйде ұстап отырады. Үшінші тип адамдар бар, бұлар инвесторлар. Инвесторлар көбінесе тәуекел етеді, қаржысын жұмсайды, жаңағы жеке ақша жинағы бардан бұлар инвесторға өткендер ғой, ол жерде тәуекел етеді, ақшасын инвестиция жасайды, кәсіп ашады, болмаса әртүрлі инвестициялық құралдарға жер алады, үй алады, недвижимость, жылжымайтын мүлік, немесе басқа да заттар алып, сөйтіп өзінің капиталын қалыптастырады. Біз бәріміз осы капиталды қалыптастыруға жұмыс жасаймыз. Капитал дегеннің енді көлемі үлкен нәрсе. Адам толыққанды кемелденген адам болу үшін ол өзі үшін бірнеше капитал қалыптастыру керек. Бірінші бір капиталдың түрі ол финансовый болса, финансовый капитал негізінен басқаларының тезірек қалыптасуына көмектеседі. Одан кейін әлеуметтік капитал деген бар. Әлеуметтік капитал деген ол қоғамдағы сенің орның, абыройың, ортадағы абыройың деген сияқты бар. Солай біз бүкіл капиталды қалыптастыруға тырысуымыз керек. Соның ішінде әсіресе осы финансовый қалыптастырсаңыз, қалған капиталдар тезірек қалыптасады. Ақшаң көп болса, турасын айтқан кезде сыйың да салыстырмалы түрде жоғары болады басқаларға қарағанда, ақшасы аздарға қарағанда деп турасын айтайыншы. Денсаулығың да саулық капиталында қалыптастыруға болады. Ол жағдайда көбінесе мысалы санаторияларға бара аласың, басқа істей аласың, жаттығуларға жазыла аласың деген сияқты ғой. Осы жалпы капитал деген нәрсені түртіп алып, мен капитал қалыптастыру бойынша жұмыс жасаймын деп әрекет ету керексіздер. Ол үшін бүгіннен бастап санаңыздар. Сіздің дәл қазір жағдайда қанша капиталыңыз бар, қанша ақшаңыз бар, санап плюстасыз ба, минустасыз ба, соның бәрін шығарып, точка деп бекітіп, ары қарай жұмыс жасау керек. Так, фотопленка, бекер қылмас жерім бар ғой. Так, бір үйден бір жұмыс капиталыңыз. Жеке капитал қалыптасу үшін біздің активтеріміз пассивтен көп болу керек. Актив деген дүниені сәл тоқталып айтып кетсем, актив ол бізге табыс, ақша алып келетін дүниенің барлығы, плюс алып келетін. Оның бәрі біз үшін актив. Пассив ол наоборот бізге минус алып келетін жағдайдың бәрі пассив. Мысалы, кредитке машина алу ол пассив. Ол жерде бірінші кредит төлейсің пайызбен, үстеме пайызбен. Екінші машинаның бағасы түседі. Ол сізге минус алып келеді, значит ол сізге пассив.
ол инвестиция емес машина. Яғни сіз бір раритетный назарбаев мінген машинаны сатып алып жатпасаңыз, онда ол сізге пассив болып саналады. Мысалы үй алдық дейік, оны арендаға бересіз, 100 мың теңге ай сайын арендадан түсіп тұр, бұл значит сізде пассив, актив. Дәл осылай актив пассивтен көбейген жағдайда сіздің ақшаңыз артып, жеке капиталыңыз қалыптасады, солай көбейе береді. Қандай да бір заттар сатып алған жағдайда бізде уже миға сондай не қою керек, настрой, что мен всегда актив сатып алам деп сондай настройда жүру керек. Алып жатқан нәрсем актив па, пассив па, соның бәрін есту керек. Енді бұл мен пассив болатын нәрсе мүлде алмаймын дейтін сөз емес, енді міндетті қажетті дүниелерді аласыз ғой бәрібір. Бірақ жаңағыдай үлкен покупкаларда жиналып тұрған ақшаны бір жерге жұмсайтын жағдайда эмоционалды шешімдерге бой алдырмай, желательно актив болатын дүниені алған дұрыс. Так. Кет инвестиция пайда табылмаса да жұмсау. Акциялар бойынша айтайық енді. Акциялардың анықтамасы. Акция дегеніміз неге елдің барлығы қазір акцияны айтып кетті, акциямен айналысып кетті деген сұрақ бәріңізді мазалайтын шығар көпшілікті. Соған жеке тоқталып кетейін. Акция дегеніміз не? Кез келген адам кәсіп ашқан кезде ең қарапайым болып тіркейтін дүниесі ИП. Жеке кәсіпкер болып тіркеледі. Жеке кәсіпкер болып тіркелген соң сен жұмыс істеп, жеке кәсіпкерде әдетте 30 жұмысшыға дейін алуға болады. Сен кәсібің дамай түскеннен кейін 30 адамнан да артық жұмыс жасайтын жағдайда уже ТО ашу керек болады деген сияқты. Болмаса бірден ТО ашып жұмыс жасайды. ТО деген кәдімгі компания. Компания өсу барысында бір жақсы үлкен деңгейге жеткен соң, оған ары қарай масштабқа шығу үшін ақша керек болады. Сонда ол ақшаны нарықтан тартады. Бар досынан ол сұрап қойған, досының ақшасы кеткен, басқасы кеткен, енді оған одан да үлкен көлемді ақша алу үшін, пайда алу үшін оған нарыққа шығу керек болады. Сол кезде ол акционерлік қоғамға айналады. Өзінің компаниясының бірнеше бөліктерге бөледі. Мысалы айтатын болсақ, менің Шамель деген компаниям болды делікті. Мен нарыққа шығып, елден ақша тартайын деп жатырмын. Сол кезде бір компанияның 100% маған тиесілі. Сөйтіп, мен елден ақша тарту үшін компаниямның бір бөлігін оған беруім керек. Осы жерде мен айтам, компаниямды аламда айтайын 100 мың бөлікке бөлім. 100 мың акция шығарам солай. Компанияның бір бөлігі ғой акция деген, былайша айтқан кезде. Сөйтем да соның 10 мыңын сатам деймін. Айтам, әрбір штук акциясы $100 тұрады, пожалуйста алыңдар деймін. Сонымен кетеді. Әркім қалтасына қарай нарықтағы адамдар ол акцияларды сатып алады. Біреуінде $200 барады, 2 акциямды алады. Ол компаниямның 2% емес, 0,02%-ның иесі болып тұрды, получается. Солай, сіздерде өзге компаниялардың акциясын сатып ала отырып, сіз олардың меншік иесі атанасыздар. Так. Компанияның акциясы алғаш сатылымға шығуы IPO деп аталады. Естіп жүрген шығарсыздар, былтырлары бізде Air Астана IPO-ға шықты, енді КТЖ-ны IPO-ға шығарамыз деп дайындап жатыр, бірақ та КТЖ ол қарызы көп КТЖ-ның. Оны IPO-ға шығарған кезде оны кім алады, пока без понятия. Көп компаниялары кезінде IPO-ға шықты, сол сияқты компанияның ең бірінші сатылғаны оны IPO деп аталады. Яғни IPO-да ең алғашқы бағада шығады сатылымға. $100 болса, мысалы мен жаңа компаниямды шығардым IPO-ға, сөйтіп ең алғашқы баға мен $100 сатам дедім. Спрос адамдар алып, спрос көп болса, мысалы мен 10 мың акциямды сатам дедім ғой, сол жерде спрос көп болып, 10 мың акцияма 20 мың, 30 мың адам таласатын болса, менің компаниямның ана жердегі акциясы қымбаттап кетеді. Ал егерде ешкім алғысы келмей 10 мың акцияға 5 мың адам ғана таласатын болса, значит оның бағасы түсіп кетеді.
сөйтіп акциялардың да бағасы қалыптасады. Акцияны алдым екен, бірден байып кетем, акциям өседі, сатам да ақша табам дейтіндер, ол құр иллюзия. Акциядан бірден байып кетпейсің, но ұзақ уақытқа стратегия жасап, жұмыс жасау керек. Сол кезде ғана байысыңдар. Енді акцияны қайдан аласыздар? Акцияны көшеден немесе прямой барып сол компаниядан сатып ала алмайсыздар. Мысалы, Каспийдің акциясын, Freedomның акциясын сатып алғыңыз келсе, барып олардың офисінен сатып алмайсыздар. Ол үшін арнайы қор биржалары жұмыс жасайды. Қор биржасы дегеніміз, қарапайым тілде айтатын болсаң, бұл біздің базарлар ғой. Мысалы, біз базарға барамыз, фрукт аламыз, басқасын аламыз, сондай тауарлардың жиынтығы. Қор биржалары да осындай инвестициялық қағаздардың жиналып сатылымға шығатын жері. Ол жерде облигациялар сатылымға шығады, яғни қарыз қағаздар. Одан кейін акциялар сатылымға шығады, ол жерде тағы не шығады? Металдар сатылымға шығады, ETF-тар сатылымға шығады. Соның барлығын қор биржалары реттейді. Бұның экономикадағы рөлі қор биржаларының. Бұл жаңағыдай компаниялардың акцияларын саудаға шығарып береді, оларға ақша тартып береді. Ақша тартқан компания ары қарай масштабқа шығып өседі, өскеннен кейін салық көп төлейтін болады. Солай экономикаға осындай пайдасын тигізеді бұлар. Так. Салық бойынша айтатын болсақ, акциядан алсам, жаңа сұрақтар қойып жатсыздар ғой, акция алсам салық төлеймін ба, декларация өткізем ба деген сияқты. Акция алып пайда тапсаңыздар, одан салық төлейсіздер. Таза түскен пайдадан 10% төлейсіздер. Бұрындары, мысалы 10 акция алдың, саттың, 5-еуінен пайда таптың, 5-еуінен пайда таппадың, ортақ пайдаң 0 теңге болса, бұрынғы салық кодексі бойынша барлығы сол тапқан 5-еуінен пайда тапты ма, сол 5-еуіндегі пайдадан 10% төлейтін. Қазір ондай емес, қазір пайда мен шығынның азайтасын, таза пайданы есептеп, содан 10% салық төлейсіздер. Қазақстандық қор биржалары бізде Астана International Exchange, яғни AX4 биржасы және де КАСЕ, осы екі биржада сіздер сауда жасасаңыздар болады. Қазақстандық акциялар үшін. Осыдан қазақстандық акциялар сатып алатын болсаңыздар, пайда тапсаңыздар, ешқандай да салық төлемейсіздер. Бұлар салықтан босатылған. Так, одан кейін. Енді жаңа айтқетін қор биржаларында сатылады деп акциялар, бірақ та енді қор биржаларының офисі қақта, қалай барып алам деген ой келуі мүмкін да. Қор биржаларының ешқандай да офисі жоқ. Сіз акцияны сатып алу үшін бұл жерде брокерлік компанияларға жүгінесіздер. Брокерлік компаниялар бізде сіз инвесторсыз, мына жақта компания, қор биржасы бар компания, и сол екі ортадағы делдал деп айтсақ болады. Яғни сізге көрсетеді, осыншадан осынша акция сатылып жатыр, мынандай биржада деп айтады. Сіз все, алам осы бағада болса, мынанша үштік мен үшін алып қой дейсіз. И биржадағы брокерлер баратта ақшаны осыған бер жібересіз. Сіз үшін жаңағы биржадан акцияларды сатып алып қояды. Орталық депозитарий деген список бар. Сол спискқа сіздің атыңызды енгізіп, сол жерге сізде неше акция бар екенін жазып қояды. Бұл брокерлердің жұмысы. Брокер өзінің қызметі үшін комиссия алады. Яғни сіздің жасайтын төлемдеріңіз бойынша сол төлемдерден қандай да бір әр брокер өзінің енгізілген, біреу 0,02%, біреу 1%, біреу $1 деген секілді әртүрлі сумаға байланысты бұлар комиссия алады, сол комиссиямен ақша табады. Брокерлер бізде қазір Қазақстанда кең танылған бірнеше мықты брокерлер бар. Айтпақшы, брокер демекші, осы жерде айтып кетейін. Инстаграмда пәленше брокермін, түгенше брокермін деп бейресми сайттарының аты түсініксіз сондай жарнамалар жүрсе, немесе Қазатом Пром акциясы, Freedom акциясы деп салда пәлен табыстап деген жарнамалар жүрсе, жоламаңыздар. Ол жердің барлығы алаяқтық. Олардың бәрі араяқ. Міне брокерді таңдауда не нәрсеге мән беру керек. Брокерлардың өзінің
бірінші условия торговли, қалай торговля жасайсың. Мысалы қазір мен жұмыс жасайтын Пайдакс бар, Freedom Broker бар. Оларда телефон арқылы ала беретін. Халық деген Халық банктың брокері бар, Жусан банктың брокері болды, қазір Алатау болып кетті аты. Барлығын де онлайн сатып алуға болады. Комиссиясы қанша? Комиссиясы азынан тоқтайсыз. Ақшаны шығарып алу тез ба? Соған қарайсыз. Одан кейін сенімділік жағына қарайсыздар. Ең сенімділер осы қазір мен айтар едім, что Пайдакс стартап болып келе жатыр, жақсы. Freedom жақсы и халықтар. Енді алпауыттар, солардың брокерлерін қолданған дұрысырақ болады. Наличие лицензиясы бар ма жоқ па, соны қарау керек. Бұны мына жерден қарайсыздар. Бұл міндетті, осыны айтып кетейін. Лицензиясы жоқ брокерге жоламаңыздар, себебі лицензиясы жоқ брокер ол алаяқ болуы мүмкін. Ол жабылып қалса, ертең сіз ақшаңыздан айырыласыз. Брокер таңдағанда лицензиясын Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі немесе Астана халықаралық биржасы деген бар. Соған сайттарына кіресіздер, сол жерде брокерлардың тізімі деген ақпарат бар. Соған басып, брокерларды не істейсіздер. Сіз счет ашайын деп тұрған брокер сол тізімде бар ма? Қарайсыз. Бар болса жұмыс істеуге тұрарлық, жоқ болса өкінішке орай, онымен жұмыс жасамайсыздар. Так. Айттым. Айтпақшы, енді акциядан бөлек бізде облигация деген дүние бар. Облигациялар ол облигация деген дүние бар. Сіздер акцияны биржа арқылы акцияны ғана емес, жаңа айтып кеттім, облигация сатып аласыңдар деп. Облигация деген сіздің сол компанияларға берген қарызыңыз. Ол мемлекетке қарыз беруге болады, қор биржасы арқылы, корпоративтік сектор, яғни жеке компанияларға қарыз беруге болады, немесе акиматтар шығаратын болса, акиматтарға беруге болады. Мысалы, жақында Freedom мынау Қытай арқылы юаньмен $500 миллион суммадағы ақша, 500 қойдым, шатаспасам. Сондай қарыз нарықтан тартуды жоспарлап отыр екен. Бұл жағдайда компания не үшін облигация шығарады? Облигацияның өзінің проценті болады, кәдімгі процентке ақша беру деген тема бар. Компания өзінің долясын сатқысы келмейді, просто қарыз алады. Қарызды кейін жайлап жауып тастайды. Өзінің долясын сақтап қалады. Сол ісімен маңызды. Ал акцияны алған кезде айтпақшы, акциядан пайда табатын бірнеше жолдар бар. Бірінші жолы акцияның бағасын өсуінен пайда табасыздар. Екіншісі ол дивидендтерден. Кейбір компаниялар дивиденд береді, кейбіреулері бермейді. Дивиденд беретін компаниядан акция алып қойсаңыз, компанияның бағасы өскеннен де таба аласыз, оның өздерінің белгілі бір бекітілген уақыттарда төлеп тұрған дивидендтерінен сіздер пайда тауып тұрасыздар. Мысал айтатын болсақ, былтыр Қазақтелеком өте мықты дивиденд төледі. Себебі олар өздерінің теледыбасын сатты, содан түскен пайданың барлығын негізгі акционер мемлекет қой ол жерде. Мемлекетке, бюджетке ақша керек болды да, олар бүкіл пайданы, дивиденд қылып шығарып тастады. Сол кезде менде 6 акциясы болған, 6 штук. Әр акция үшін 26 мың теңгеден ба дивиденд берді. Ойлайсыз, қандай пайда тапты сол кезде. Көптеп ұстап отқандар. Осындай дүние, акциямен жұмыс жасау деген. Так, комментарийді ашып қояйын. Презентацияның реттері ауысып кеткенбіз. Енді алдынан бері менен акционер болды сұрап жүргендер, акционер болды деген біздің курс бар, естіліп тұр дейді, естіліп тұр. Асыл тұрпал айта беріңіз. Осы акцияларға қатысты сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Эфирге қазір кірген адамдар болса, мен эфирді сақтап қоям. Сосын кейін басынан бастап қарап шығыңыздар. Енді акционер болды сұрап жүрген оқырман үшін акционер бол бізде негізгі программада
фридом ақша жеп жатыр дейді. Қалай ақша жеп жатыр? Неден қай ақшаңыз жеп қойды? Депозит енді айтады. Депозит барлығын айтып кеттім, кэшбэк барлығын айтып кеттім. Эльмир ханым, оны 3 сабақ үшін біз прямой эфирлер өткіздік. Одан бөлек біз сабаққа деген доступтарды созып бердік. Ұзақ уақыт акция бойынша декларация тапсырады ма? Имущество бойынша декларация тапсырған кезде көрсетесіз. Акцияларды қандай зерттелген акцияларды сатып алуға кеңес бересіз, айта алмаймын нақты мынау деп. Себебі рынок әртүрлі уақытта әртүрлі жағдайға құбылып кетеді. Сондықтан нақтынан ал деп ертең ол түсіп кетіп, мен сөзге қалып жүргім келмейді. Бірақ бір нәрсені айта аламын, мен ешқашан трейдингке шақырмаймын. Трейдингпен ақша табуға болады, бірақ та өте үлкен опыт керек, жылдар керек. Сөйтіп соған шыдайтын болсаңыз, айналысыңыз. Ал жоқ, күнделікті жасап кетейін бірден дейтін болсаңыз, онда өкінішке орай. Себебі трейдингте әлемдік статистика бар, что 98% адам қадалады деген ол жақта. Мынандай статистика бар даже. 100 адам кіріп, мысалы мен айтайын, соның 90%-ы бір жылда қадалады, 10% ақша табады. Но екінші жылы сол 10%-дің қалған 10 адамның 9-ы қадалады. Сондықтан ұзақ уақыт бойы инвестиция жасауға көшу керек. Сонда ғана дұрыс стратегия болады. Даже мынандай нәрсе болған, Уоррен Баффетпен именно осындай трейдерлер спорға кеткен ғой 10 жылға. Сол споры бойынша Баффет айтқан, мен давайте алам, S&P 500 соларды алып ұзақ уақытқа ұстаймын, ал сендер алып сатып жүресіңдер. Алып сатып жүретіндер айтқан, біз көп пайдада боламыз 10 жылдан кейін. Баффет айтқан, мен көп пайдада боламын. И спорды Баффет жеңген. Сондықтан күнделікті алып сатуға болады, но ұтпай қалуыңыз мүмкін ол жерде. Сондықтан өте қиын ол. Ұзақ. Лучше мынандай нәрсе бар. Сложный процент деген бар, сол Уоррен Баффеттің өзі әлемнің 8-ші керемет деп айтады. Оны сіз өзінің калькуляторы бар, неге жазсаңыздар, калькулятор сложного процента деп, и сол жақпен есептей аласыздар. Егер мынандай статистика бар, адам, мен жерде көрсете салайын, сұрасыз бе? Калькулятор сложных процентов. Міне, сложный процент деген, яғни сіздің ай сайын ақша салып отырып, и олардың түскен пайдасын дальше инвестицияға салып отырып, ұзақ уақыт бойын мөлшерінде қанша ақша табасыз, соны есептеп шығарып береді. Мысалы, кеттік, стартовый капитал дейік 100. Ай сайын, мысалы, 50 мың теңгеден сіз инвестиция жасап отыратын болсаңыз, $100 дейік. Срок инвестиция. Қазір, мысалы, мен жасым 30-да. 29-да 30-ға енді тоғадым. Енді 20 жылға есептейік. 50 жасымда мен пенсияға шыққым келеді. Жұмыс істегім келмейді, ешқандай өзіме ақшам инвестициядан жеткілікті ақша түсіп тұратын болса, ойлайық, ай сайын мен сол үшін қазір 50 мың теңгеден салып отырдым инвестицияға. Срок инвестирования 20 жыл дейік. Ставкам енді бітейік. S&P 500 деген ETF-тар бар. ETF-тар ол сондай қорлар, что жаңа айтып кетті ғой, бір компания аласың, оның бағасы түседі, өшеді, білмейсің ғой. Ал ETF-тар бірден 500 компанияның, S&P 500 дегенде 500 компанияның акциясын сатып алады да. Әрқайсынан біреуінен, мысалы, $1 миллион сатып алайық дейік, $10 мың біреуін, $5 мың біреуін деген секілді. И орташа алған кезде сол 500 компанияның біреу түседі, біреу өседі. Но жалпы алған кезде соңғы 25 жылда орташа S&P 500-тың өсімі 12% көрсетеді екен. Енді менің жылдық өсу табысым доллармен есептегенде 10% деп ойлайық. 10%.
Мен есептеп жатырмын, калькуляторға салатын мына жақта, мынаны бүйтіп көрсете салайын сіздерге. Мынау рубль деп тұр екен, доллар есалайыншы мақұл. Кеттік. Болмаса теңгеміз бар ма? Теңге. Стартовый капитал біз ай сайын ойлайық 50 мың теңге салдық дейік. Немесе мақұл $100 көлеммен ала берейік, 50 мың теңге қазір. 20 жылға есептедік. Айына жылдық табысымыз 10% дейік. Бұл бір көп те емес, аз да емес, орташа да емес. Аздан сәл жоғарырақ деп қарауға болады. Реинвестировать доход, яғни пайыздан түскен доходты қайтадан инвестицияға саламыз. Доп вложение ай сайын тағы да 50 мың теңгеден қосып отырамын. Сонда сатпай тұрып, егер сіз сатпай просто бағасы өсе бергеннен налог төлемейсіз. Когда сатасыз, сол кезде ғана налог төлейсіз. Енді увеличить кеттік, есептейік. 20 жылдың ішінде, қазір бастайтын болсам, ай сайын 50 мың теңгеден салып, 20 жылдың көлемінде есептейтін болсаң, доход бізде сумма всех пополнений 12 миллион теңге өзіміз салады екенбіз. Одан бөлек біздің проценттерден 26 миллион теңге бізге пайыз түседі екен, доход түседі екен. Сонда 38 миллион теңге жинап қояды екенсіздер. Прирост 76 569. Яғни эффективный ставка 10%, 76% өспейді ғой. 12%. Так, енді осы 60 жасқа дейін жинаймын деп есептейтін болсаң, онда 30 жыл. Онда вообще Онда сіз 60 жылға 18 миллион саласыз, но доход 95 миллион теңге доход болады. Бұл жерде сіздерге көрсеткім келіп тұрған дүние, ұзақ уақытқа салған кезде сіздер міндетті түрде ұтасыздар. Мысалы мен трейд жасаған кезде күнделікті трейдтер жасамаймын. Ұзақ уақыт қалам, кейде 5 ай жатады, кейде 3 ай жатады, кейде 1 жыл жатады деген секілді. Оның ішінде көп өсет. Бір кезде мысалы алған акцияларым, бүкіл портфелім даже андай не болған моменттер. Бүкіл портфелім, мысалы 10 акция алсам, соның 7-інің бағасы түсіп кеткен. Бірден 20%, 30%-ға, и үшеуі ғана плюсте тұрды. В целом общий портфель 20% минусқа жатқатын кездер болады. И бұны сол моментте уже дірілдеп отырып сат жеретін болсаң, минусқа кіресің. Именно мен айтатын едім, осы акцияда, қор нарығында, биржада жұмыс істеуде 20% білім, теория, практикада, ал 80% ол психология. Сен психологически ол жерде дайындан болмасаң, онда қадаласың деп айтсам болады. Мысалы, сіз айтайық, басқан айтайық, ертең акция алып, счет ашып, акциялар салып қоясыз ғой. И бастапқы уақытта күніге ашып қарайсың приложенияда не болып жатыр екен, бүгін өсті ма, түсті ма деген секілді. И сол нәрсе сені жеп тастауы мүмкін. Сондықтан ұзақ уақытқа алатын кезде, ұзақ уақыт көлеміне алғанда осындай психологический нәрселерден арылуға болады. Сонда айтқым келгені, жаңағыда салып қойдың, ұмыт кетпей қой. Мысалы, айына бір рет ашып қара қандай болып жатыр, жаңалықтарды көріп отыр. Мысалы, алған дүниелерің шынымен сен алып қойған компанияң құрдымға кетіп бара жатса, онда ол акцияны жоғалтпай сатып жіберуге болады жол ортасында. 20 жыл ұстап отпай-ақ. Сондықтан сондай моменттерді қарап зерделеп отырасың. А не так күніге ашып қарай берсең, онда өзің жеп тастайсың. Выгодно держать в депозите. Енді бұл жерде айырмашылық мынада. Акция мен депозиттер қазір 20% беріп жатыр дедік, теңгемен. Егер елдегі инфляция көлемімен және де нені еспейтін болсаң, егер доллардың бағасы қымбаттап кетеді дегенде еспейтін болсаң, онда 20%-дан аз табыс тауып қалуымыз мүмкін. Ал акцияны, шетелдік акцияларды доллармен алған жағдайда, егер елдегі доллар өсіп кететін болса, пайда табасыз, и одан кейін акцияның бағасы өсетін болса, среднем кемі 10%-ның үстінде, одан кейін болмаса 20%,
немесе өте мықты трейдерлар кейде 100%, 120%-ға дейін үлкен табыс тауып жатады. Сол қазір мен күніге қарап жүрмін дейді. Инфляция теңгеде тұрған депозиттерді жеп тастауы да мүмкін. Биылғы инфляция көлемі өте страшно. Өткенде үкімет басы айтып жатыр. Жоқ, кім айтты? Минфин айтты ма? 12, Нацбанк айтты ғой, Нацбанктың міндеті ғой. 12%-да ұстаймыз деп, қаяқтан 12% инфляция биыл өте сұмдық болады. Бағалар деген қайнап жатыр қазір, көтеріліп кетті. Мысалы, строй компанияларға біз не жасаймыз ғой, реклама. Солардың басшыларымен кездесеміз, солардың өзі айтып жатыр, что не дейді? Ертеңнен бастап бүкіл коммодитеттер айтып жатыр, 40 мыңға шығып жүргендер, бетон таситындар енді 70 мыңнан шығамыз деп жатыр. Барлығы группамен келісіп алған, барлығы сол бағаны ұстап тұр дейді. И ондай бүкіл нәрсе салада болып жатыр. Соның салдарынан бағалар қатты өседі. Табыс, пайдакс, соның барлығы кәдімгі ресми ашылған қосымшалар, кез келгенмен жұмыс жасай берсеңіздер болады. Менің, сіздерге қысқа шақыратын дүнием, акция туралы ақпараттарды біліп алып, теориялық түрде білім алып алып, өздеріңіз қарап, жайлап практикалық, сөйтіп ұзақ уақытқа капитал жинауға жұмыс жасау керексіздер. Сонда сіздер жақсы өзіңізге дүние қалыптастырасыз. Депозитті доллармен жинасақ қалай болады? Депозитті доллармен жинасаңыз болады, бірақ та Қазақстанның заңнамасына сәйкес кез келген банк 1%-дан артық бермейді. Ақшаңыз 1%-бен ғана өседі. Енді сұрақтарға жауап берейін. Халықтағы инвест бойынша аласыздар. Даусым жай шығып жатыр ма? Даусым отырайын деді мен жайлап. Енді мына жерде курс сұрап жатқандар, біздің акционер бол деген курс бар. Сол курсты алсаңыздар болады. Акционер болдың мен қазір жоспарымен шығарып қоямын сіздерге. Так. Акционер болды біз әдеттегі күндерде 55 мыңнан сатамыз. Алдағы 3 күнде мен бұйырса жеңілдік жасаймын 18.990 теңгеге. Но осы эфирде отқандар үшін тағы да бір жаңалық бар, оны келесі бетінде айтам. Негізгі курстың бағдарламасы осы. Курста бағалы қағаздар нарығы, брокерлік шот ашу. Бұл жерде курста мен спикер және Меруерт деген ханым бар бізде. Сол кісі, ол кәдімгі үлкен компанияларда 200 миллиардтап ақша басқарған кісі. Сол кісімен бірлесіп жасалған курс. Курстың бағдарламасы көріп тұрғандай жеке қаржыны жоспарлауды үйретіледі. Ол жерде брокер және олардың пиф хедж қорлардан айырмашылығы, облигациялар, акциялар, ETF, тәуекел профиль және тәуекел аппетит деген нәрсе бар. Табет, яғни инвестор түрлері және өз типіңді анықтау және жеке инвестициялық портфель құру және оны басқару. Осы нәрселер толықтай түсіндіріледі сабақта. Сосын мынандай нәрсе бар. Мен жалпы өзім турасын айтқанын жақсы көрем. Бұл ақпараттар негізінен әлеуметтік желіде болмаса, Google-да, YouTube-тан іздесең де тауып алу мүмкін. Себебі қазір кез келген ақпарат көзі интернетте бар. Бірақ бұл жерде біздің көзқараспен, біздің түсіндірілумен жинақталып шығарылған. Қазір курсқа қатысатын болсаңыздар, ертең алып маған ой, YouTube-та тұрған әңгіме ой деген нәрсені айтпаңыздар. Бұл жерде біздің көзқараспен, біздің опытпен, біздің біліммен түсіндіріліп, осы тақырыптар айтылып шыққан курс осылай жинақталған. Сіздерге негізінен базалық теориялық білім беріледі. Осы арқылы қалай показательдерге қарау керек, қандай анализдерін қарау керек деген секілді негізгі базалық сабақтардың барлығы айтылады. Соған қарай армен қарай өздеріңіз акцияларды таңдап сатып аласыздар. Сабақта мына акцияны ал, мынаны жоғары өседі деген нәрсе айтылмайды. Онда айтуға менің правам жоқ. Енді осы сабақты, осы эфирде қазір мысалы 345 адам 1,5 сағат бойы отырсыздар ғой. Осы отырған адамдар үшін сабаққа қатысатын болсаңыздар, төменде көрсетілген номерге жазасыздар.
осы жоспардағы сабақ беріледі, сабақ дәулеттен қосымшасында өтеді, кері байланыс жоқ, бірақ сабақтың өзі бәрі түсінікті. Бір түсінбейтін сұрақтарыңыз болса, осы номерге WhatsApp-қа жазасыздар, сол жерден жауап береміз. Дәл осы эфирге қатысушылар үшін бағасы 14.990 теңге. Және де бір қызық приколын айтайын сіздерге. Пайдакс пен біздің арамызда жасалған келісім бойынша олар маған арнайы промокод берген. Сол сабаққа қатысушыларға сол промокодты алып, сіздер теріп $50 брокерден бонус аласыздар. Бірақ мынандай ой болмасын, брокерден алған бонусты сіздер дәл шарғырай ақша қылып өзіңізге шығарып жібере алмайсыз. Оған акция сатып ала алмайсыздар. Жаңа сабақ барысында айттым, брокерлер комиссиядан ақша табады деп. Яғни сол комиссия үшін осы бонусқа берілген ақшадан жұмсай аласыздар. Акция сатып алған кездегі брокерға төлейтін комиссияңыз бір айға тегін болады. Осы бонус бір ай уақытқа беріледі. Бір ай уақыттың ішінде алып сатып басқа жасайым десеңіздер, осы комиссияға осы бонустан төлейсіздер. 14.900 теңге сабақ сатып аласыз, плюс оған тегін $50 25 теңгелік бонус аласыздар. Сабақ 2 айға доступ беріледі, дәулеттен қосымшасынан оқисыздар. Дәл осы эфирдегілер үшін 14.990 теңге. Ертең мен жалпы Instagram парақшаға шығарам, стористерге шығарам, ол жерде 18.990 теңгеден сатып алады. Сабаққа қатысам десеңіздер, жалпы ақпарат осындай. Так. Расчет жасайтын калькулятор, жаңа сложный процент деген, просто аласыз да, неге жазасыз калькулятор сложного процента деп жазсаңыз, дальше ары қарай шығады. Бұл акционер бол деген курсты, ол кеше шыққан курс емес, ол бұрын Дәулет аға өткен, былтыр мен сабақтан сабақ қой. Жоқ, куратор жоқ. Бұл сабақта куратор жоқ. Пайдакс деген брокер, Пайдакс брокерінен. Бұл сабақта куратор жоқ, бірақ та жаңа айтып кеткенде түсінбейтін сұрақтарыңыз болса, дәл осы номерге жазасыздар, сол жақтан мен жауап беремін. Сабақтың өзі толықтай былай түсінікті. Так, ана сан бәрі көрініп тұр ғой. Телефон номер көрінбейді. Так, мен мына жерге телефон номер көрмей тұрғандар үшін жазып қойдым. Жалпы сабақ бойынша да толықтай ақпарат бердім, жаңа айтып кеттім, базалық теориялық толық білім аласыздар. Сол бойынша ары қарай осы бағытта жұмыс жасап көресіздер. Так, бағасы дәл осыда эфирдегілер үшін ғана, эфирдемін деп жазсаңыздар, сіздерге біздің менеджерлер осы 14.990 теңгеден береді. 2 ай ішінде жатып көресіз, тұрып көресіз, дәулеттен мобилді қосымшасынан көре аласыздар. Так, рахмет. Пайдакс жақсы ма, Фридом жақсы ма? Негізі Пайдакстың да өзінің артықшылықтары бар, Фридомның да өзінің артықшылықтары бар. Осы сабақта түсіндірілді, Пайдакста қалай жұмыс істеу керек, неде, Фридомда қандай нелері бар. 2 ай сақталады сабақтар. Сол жақтан қарауға болады. Пайдакстың қазір соңғы технологияларды қосып, искусственный интеллект қосқан бір прикольный өзінің фишкалары бар. Мына жерден сабақпен алатын болсаңыз 50%-ық бонус береді. Эфирдемін деп сабақ алатын болсаңыз, анау номерге жазып, сол жақта қыздарға айтыңыздар, мен эфирден келдім, маған 15 мыңға бер деп. Дұрыс қой, енді $100 көп алатындар болса, 50%-ық бонусты қолданады ғой. Так, жақсы, рахмет. Жалпы ақпараттар осындай. Ары қарай негізгі контентімді біттім мен. Сабаққа қатысты сұрақтар болса қойыңыздар. Курс алып, ауыз күйіп, ештеңе түсінбей жүрсеңіз, алмай қойыңыз. Мен өйтіп қинамаймын, ешкімге манипуляция да жасамаймын,
курс алсаң өйтіп кетесің, бүйтіп кетесің. Мен осы курспен бар ғой неше түрлі парақша, 100 000 теңге салдым да 1 жылдың ішінде 10 миллион теңге қылып алдым деп айтпаймын. Ол өтірік жағдай, оның көбісі. И сол үшін ай сайын 150 000 теңге салсаң, ал 50 000 теңгеден жоғары істейтіндер үшін ол плюс болады. Жаңағыдай бір манипуляцияға салмаймыз, ешқандай нақты өзіңізге керек болады. Маған білім, осы саланы біліп алайын, осы тақырыпта жайлап инвестиция жасап, капитал қалыптастыруды үйренемін десеңіз, онда пожалуйста, алып сізге пайдалы болады. И бағасы да өте тиімді, бұл бағада еш жерде жоқ. Біз егер жаңағыдай бір қатты продажа мақсатында жасайтын болсақ, онда басқалар сияқты да жасауға болатын еді. Жаңағыдай кураторын қойып, басқасын қойып, 200 000, 300 000 деп, қаржылық сауаттылық сабағы деп, оны рассрочкаға сатып ше. Мен оны түсіне алмаймын. Мен сен адамға қаржылық сауатты үйретемін, акция алуды үйретемін деп тұрып, оны рассрочкаға сату деген миыма кірмейді. Сондықтан бұл қолжетімді дүние қылып, осынша бағада біз жасағанбыз. WhatsApp-тан эфир болса деген қой болады екен. Мен Telegram-мен эфир жасап көрдім, келген адам сабаққа қатысушылармен, и көтермейді екен. Қатып қалады, короче, сөйлесе алмайсың, босқа ұят ше. Сондықтан Instagram-ның эфирі қазір стоящий, болмаса Zoom-мен кіру керек эфирға. Брокерлік шот ашқаныңыз үшін бір не жоқ. Аша беріңіздер, ешқайсысы ақша сұрамайды ғой. Байдакстанда, Фридымда ашып алыңыз, қараңыз, тексеріңіз, көріңіз. Так, Zoom. Zoom дұрыс, немесе осы Instagram дұрыс ше. А так, Telegram-дікімен кірген, мен осы алдыңғы сабақтарды алғандарға түсіндірейін деп, кері байланыс жасайын деп. Блин, қататы деген қатты. 10 миллион ақшаңызды қайда салған дұрыс дейді. Енді бұл жерде мен диверсификация деген нәрсені ұсынамын. Өзіңіз не істейсіз, 5 миллион теңгесін депозитте ұстаңыз, қалған 5 миллионын осындай қағаздарға салыңыз деген сияқты ғой. Тупа бүкіл ақшаны алып бір бағытқа салып қойға болмайды. Бәрібірде не жасау керек? Жаңағыдай диверсификация жасау керек. Госслужбаларға акционер болуға болады. Жақында заң шықты, ол қабылданды, или енді қабылданып, точнее. Но алуға проблема жоқ. Сіздер бір компанияның 5%-дан жоғары үлесін сатып алмасаңыздар болды. 5%-ға дейін сатып аласыздар. 5% деген үлкен ақша ғой. Оплатаны ертең жасасаңыздар болады. Менеджерге жазып, тіркеліп қойыңыздар, айтып. Жаңадан бастағандар үшін депозит дұрыс па? Депозит деген ол жаңа бастадың ба бәрібір ғой, енді қиын қарапайым дүние ғой. Ал бұл акция, облигация, жалпы қор биржасында жұмыс жасау деген, менің ойымша бүкіл адам үйрену керек, білу керек нәрсе деп ойлаймын ше. И осы жақта да ақша істеп, болашақта үлкен капиталды қалыптастыру керек деп ойлаймын. Енді мысалы Америкада Тесла үлкен слой миллиардер, долларовый миллионерлердің қалыптасуына алып келді дейді. Не үшін? Себебі акциясы 2016-18 биржаға шықты IPO-ға, и содан бері қанша мың есе өскен да. И сол кезде бастапқыда оны сеніп алғандар барлығы миллионер болып кетті. Енді кез келген адам ондай акцияға түсіп қалуы екіталай, но осы саланы үйреніп, кіріп, соның айналасында жүріп, бақылап жүретін болсаңыз, неге болашақта жайлап үлкен капитал қалыптастырмасқа? Тупа сыртынан ғана қарап жүрсеңіз, онда сізде нөл болады. Менің ұсынатыным осы ұзақ уақытқа капитал жинау, ұзақ уақытқа капитал қалыптастыру бойынша жұмыс жасау, ол сізді ұтылдырмайды. Бұл трейдинг емес, салдың, түсіп кетті, қайтадан саттың минуспен деген секілді, ондай емес. Ұзақ уақытқа ұстаған жағдайда ең деген қауіпсіз қағаздарды алып, ең қауіпсіздер ол ETF фондтар, ETF-тер, соларды алатын болсаңыз, онда риск сізге төмен болады, кемінде 10%, 12% ұзақ жылдарға ұстаған кезде
пайда көруге болады. Бұл минималды рисксіз деген жағдайда. Енді қандай сомамен кіру керек дегенге айтатын болсақ, былай нәрсе ғой. Қанша сома саласыз, соған сәйкес өсім көрсеңіз, тапқан пайдаңыз да соған сәйкес болады. Мысалы, акциясының бағасы 5 теңге тұратын компаниялар бар, 20 теңге, 100 теңге, 200 теңге тұратын компаниялар бар. Бұл жағдайға қарап айтуға болады, сен 100 теңгемен де бастауға болады деп. Но сен 100 теңгеге акция алдың, портфеліңнің көлемі 100 теңге, ол 200%-ға өссе де сен ары кетсе 100 теңге, 200 теңге пайда табасың да. Сол үшін де кез келген сумамен кіруге болады, но көретін пайдаңды дәл солай. Ал в целом кіріп акцияны ала салу технически ол оп-оңай дүние. Брокерді аштың, кірдің, өзің білетін акцияң болса жаздың да купить деп бастың, ала саласың. Просто толықтай осы саланы білу үшін барлық адамға кемінде теориялық базовый білім керек. Акцияда көрсетіп тұрған дүниелер не, ол қалай жұмыс жасайды, қалай бір-бірінен айырмашылығы не, қалай табыс береді, қандай показательдерге қарау керек деген сияқты. Сол нәрселердің бәрін үйрену үшін осы курстан өтіп алсаңыздар болады. Бағасы өте қолжетімді, 14.990 теңге ғана. Нені айтпайды дейді? Айтпайды деген. Депозитке Freedomның депозиті жақсы, Береке банктың депозиттері жақсы, қазір 20%-ға дейін беріп жатыр. Осы бағаға толық нөлден бастап үйренесіз. Сабақ барысында қай акцияға ақша салу керектігін айтпаймыз. Но дивидендный компания дегенді айтамыз. Оның списктерін бере аламыз, қандай дивидендный компаниялар бар. Дін жағынан қарайтын болсаңыз, пайдакспен ашатын болсаңыз, пайдакста өзі көрсетіп тұрады. Бұл шариғатқа жататын компания ма, қағаз бар, жатпайтын деген сияқты. Freedomның декларация тапсырасын деген рас, оны айтылды. 5.000-мен асып, ай сайын 5.000-мен толықтырып отырсаңыз болады. Айтып отырмын жаңағыдай, қанша саласыз, соған сәйкес өсім аласыздар. 5.000-мен бастаңыз, нормально. Бастысы ниет қой, бастасаңыз. Енді қазақта ақшаны шақырады деген сөз бар ғой. Одан бөлек негізі психология ғой бұл жерде. Қаржылық сауат деген дүниенің өзі 20% былай математика сондай шығар, енді білім, но 80% ол психологияда жатыр. Бәріміз білеміз ғой, мысалы ақшаны есептеу керегін білеміз, отчет беру керегін білеміз, бәрі естіп жүр. Просто не үшін жасамаймыз? Оның барлығы өзімізді психологический жағдайымыз, нәпс еруің, басқа болуың, жалқаулық ұстауың, соның барлығы жаңағы мен айтып жатқан 80%-ды құрайды. Мынау 5.000 теңгеден бастасаңыз, просто кейін азартына кіресіз да. Акция алмасаң да, мысалы депозитке 5.000 теңгеден салып бастасаң да, бір 4-5 айда ол жерде 30.000 жиналса уже көре бастайсың, 30.000 жинап қойыппын. Одан кейін келесі айда 6.000 салуға тырысып тұрасың, немесе не тауып алдың, соның барлығын артық болса ештеңеге құртпай сала беруге тырысып тұрасың. Біз үйге реклама жасау барысында үй алған адамдардан сұхбат аламын ғой мен. Сонда айтады да, қалай жинадың десең, мен басында бастадық, бір 100 мыңнан салып, 150 мыңнан кейін тоқтай алмай қалдық қой деп айтып жатады да. Сала бергің келеді, тапқанын сала бергің керек деп. Ақшаны шақырады деген сөз де сол шығар. Мысалы, ой, мен айлығым аз ғой, мен жинай алмаймын ғой емес. 80 мың табасын ба, 8 мың салуға тырыс. Мысалы, 80 мың теңгеден 8 мың теңге үнемдеу кез келген адам қолынан келеді деп ойлаймын. Себебі не жасау керек? Сен 80 мың тауып жүріп 90 мың тапсаң да сол ақшаны құртып қоясың. Ол жерден 10%-ын үнемдеуге кез келгеннің жағдайы келеді. Сондықтан жаңағы айтып отқан 5 мың болсын, 10 мың болсын салып бастасаңыздар, ақша табуға, ақшаны жинауға болады. Пайдакспен шетелдің акциясын алуға болады.
Доверительное управление дегенді түсінбедім. Доверительное управление деген мынандай нәрсе бар. Хедж фондтарға сіз өз ақшаңызды толықтай басқаруға берсеңіз болады. Ол үлкен суммалар болса ғой, енді $100,000, $200,000, $1,000,000 деген сияқты да бересіз. Олар таза тапқан сіздің ақшаңызды осындай әртүрлі қағаздарды сатып алады, сөйтеді де соған не жасайды. Пайда тапқан жағдайда сол пайдадан өзінің комиссиясын алады. Өзіңіз анализ жасап, болмаса қандай пакет аламын, не аламын деп бас қатырғыңыз келмесе, онда осылай доверительное управлениеға беріп тастауға болады. Но көп жағдайда олар үлкен суммаларды қабылдайды. Комментарий келмей қалды, или ешкім комментарий жазбай қалды. Айгүл Серікқызы, Фридмді мақтадық, я. Фридм банктер туралы ақпарат эфирдің басында кетіп қалды, сол басынан қарасаңыз болады. Так, енді акция, облигация, жылжымайтын мүлік қайсысы дұрыс? Бұл жерде мынандай дүние бар. Енді облигацияда беретін пайыздары төмен болады, бірақ та ол жақта сенімді дүние. Мысалы, мемлекеттің облигациясын аласың, ол жерде банкрот болып қалмайды, мемлекет міндетті түрде саған қайтатынын білесің. Енді одан кейін акцияда енді екі түрлі риск бар ғой. Акцияда түсіп кетуі мүмкін бағасы, но ұзақ уақытта жақсы компанияларды немесе тұрақты биіктех үлкен компанияларды алатын болсаң, ол көп жағдайда үлкен ұзақ жылдар мөлшерінде олар өседі. Сөйтіп жақсы тауға болады. Жылжымайтын мүлік жағдайында айтатын болсақ, Қазақстанда қазір мындай статистиканы келтіруге болады. 2000 акцияларды в основном доллармен аласың ғой, кейін теңгеге айналдырған кезде сол қазіргі доллардың курсына айналдырып аласың. 2015 жылғы үйдің бағасы, мысалы айтатын болсақ, мысалы үшін нақты цифрлар есімде жоқ, 18 миллионның үйі 2018 жылғы. Ол доллармен есептеген кезде, сол кезде 180 болды деп ойлайықшы, 180 болды доллар. Нақты сан есімде жоқ, доллар ол кезде қанша болған. 18 миллион үйі болады, 180-ге бөлсең $100,000. Енді сол үй қазір, сол үйдің бағасы қазір 18 миллион бір комнаталы үй ма, қазір қанша? 25 миллион болатын жария ары кетсе. Енді 25 миллион. 25 миллион десек, қазіргі доллар 500 ба? 500-ге бөлсең, неғып көбейт кеттім. Қазір ол үйдің доллармен бағасы $50,000 болып қалған. Вот осындай парадокс бар да қазақстандық нарық жағдайында. Доллар өсіп кеткен кезде тұрғын үйдің бағасын теңгемен өсетін шығар, но долларға салған кезде минусқа кетіп жатады. Жалпы тұрғын үй Қазақстанда где-то бір 10% сондай не береді ғой, өсім береді теңгемен бұл жағдайда. Фридмнан депозит ашуға ойым жақсы. Декларация толтыру бойынша сабақтар бар, я, бұл жерде қатты несі жоқ. Фридммен жұмыс істеген кезде отчет шығарып аласыз да, кез келген банктың қосымшасымен тапсыра қоясыз. Жалпы қосымша сұрақтар болмаса, эфирді аяқтайық. Қатысқандарыңызға рахмет. Максималды пайдалы болуға тырыстым деп ойлаймын. Но бір форс-мажор болып қалды, мен айфонның есін түсінбедім. Презентацияның нелері сәл реттері ауысып кетті, дайындап отқан едім ғой. Мемлекеттік қызметкерлерге болады акция алуға. Курсты ноутбукпен кіретін, пока бізде ондай қарастырылмай тұр. Телефонмен тек қарайсыздар. Аузым толып кетті мен.
жатсыңдар. Осылай, құрметті оқырман, қатысқаныңызға рахмет. Қосымша сұрақтар болса, осы нөмірге жазыңыздар, мынау комментарийда тұрған, немесе комментарийда тұрған нөмірге жазыңыздар. Сол жақта менеджерлер толық сіздерге ақпарат береді. Эфирге қатысушылар үшін баға 14.990 теңге. Жалпы негізі жай күндері ол 25 мыңнан сатып жүрген дүние. Ертең басқа қатысушылар үшін, басқа оқырмандар үшін сториске саламыз, басқа жаққа саламыз, ол 18.990 теңгеден болады. Соған дейін сіздер осы бағада алып үлгеріп қалыңыздар. Эфирмен жалпы сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса, осы посттың астына жалпы жазып кетіңіздер шынайы өз пікірлеріңізді. Қазір эфир сақтап қоямын, басқа жаңадан кіріп жатқан адам болсаңыз, басынан қарап шығыңыздар эфирді. Жақсы, қайырлы түн болсын баршаңызға, сәттілік, келесі апта табысты болсын, сәтті болсын баршамызға. Ноутпен кіретіндей пока Асыл ханым по вопросам біз қазір жасай алмаймыз. Табысты пайдалануға кеңес берем. Жақсы, сау болыңыздар. Эфирді сақтап қоямын, сол жаққа комментарийға жазсаңыздар, сол жақтан қарап отырайық. Шынайы пікірлеріңізді, қай жер дұрыс болмады, қай жер дұрыс болды, соның барлығын жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.